Ал енді бұл ақиқаттан тозақты толтырам деген нәрседен тек қана Алла Тағаланың өзіне қашу арқылы ғана құтыламыз, құрметті жамағат. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір дұғаларының бірінде айтады: «Ла мальжаа ва ла манжа минка илля илейка». Раббым, саған қарай болмаса, қараңыздар, сенен қашылып құтылатын жол жоқ қой дейді. Сенен қашып құтылатын пана жоқ қой дейді. Адамзат Алла Тағала тарапынан келді, жаратылды. Аллаға қарай қайтады ғой. Сондықтан өзі қиыншылық болған кезде, бір қиыншылық келіп қалған кезде қашады ғой адам. Қай жаққа қарай қашасың деген нәрсе тұрады ғой. Соны Алла Тағала Құранда айтады: «Фафирру илалла» дейді. Аллаға қарай қашыңдар деген аят бар. Қараңыз. Қаш әдемі келтірген да. Аллаға қарай қашыңдар. Соқтан сен оқып атқан намазың Аллаға қашу. Мал берсе, беріп атқан зекетің Аллаға қашу. Тәкаппарлық істемеуің Аллаға қашу. Садақа беруің Аллаға қашу. Ата-анаңды сыйлауың Аллаға қашу. Кез келген үкім, қыз әйел затында да кимешек жаулықтарын киюі Аллаға қашу. Мұсылманның өмірі әрбір істеп атқан ісінде неге бұны істеп атсың? Аллаға қашып бара жатқан адамсың сіз. Өйткені Аллаға қарай қашпасаң, Алладан қашып құтыламайсың. Міне, көрдіңіз ғой қандай. Кешегі жын сүресінің өзінде жындар, мысалы, жындардың бір сөзін Алла Тағала сөзде келтіреді. وَأَنَّا زَنَنَّا أَلَّنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا дейді. Біз нақты түсіндік дейді жындар. Құран түскеннен кейін иман келтірді ғой жындар. Сол иман келтірген жындардың сөзі. Құран түскеннен кейінгі біз нақты түсіндік дейді қазір. Нақты сенімдеміз. Біз Алланы жердің бетінде әлсірете алмаймыз. Ол бәрібір жеңеді. Құр мүмкіндік екен беріліп атқан, не істесең, қалай істесең деген нәрсе. Біз Алла Тағаланы жердің бетінде әлсірете алмаймыз. Бір, екіншісін қараңыздар. Сондай-ақ Алладан қашып құтылып та әлсірете алмаймыз дейді оны. Ол мүмкін емес нәрсе дейді. Сондықтан дейді: «Ва анна ламма сами'нал худа». Біз осы Мұхаммед пайғамбардан естіген Құранды естіген кезде дейді, «Аманна бихи». Біз мойындадық дейді бұны. Біз осыны түсіндік деп отыр олар. Міне. Сөйтіп Иблистің өзінің жаңағы ұрпақтарының ішінен пайғамбарымыз заманында бір топ жын келіп осындай Құранды естіп, «Мынау не деген Құран» деген өзгеріске келгенде олар. Көрдіңіз ғой.